еліме елім. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен Тұран мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директорының әдістемелік жөніндегі орынбасары Аралбаев Табиғат Маратұлы болам. Кешегі мектебіміздің директоры Хадиша Нартаев қызы Қожбанова ханым қолдаған эстафетаны ары қарай жалғастыруды жөн санап отырмын. Қазіргі таңда мен Түркістан облысында, Түркістан қаласында бүгін ашылған оқушылар сарайындамын. Оқушылар сарайының ашылуы барысында керемет кітапқа көзім түсіп, осы кітапты оқуға сіздерге кеңес беремін. Және бұл кітаптың тақырыбы елбасымыздың авторлығы ретінде 21 ғасырдағы заман және ойлары деген кітап екен. Дәл осы кітапта қазіргі таңда 21 ғасырдың ерекшелігі, 21 ғасырдағы саяси ахуалдың дамуы, әсіресе бұл кітапты оқуға мен 9 және 11 сынып оқушыларына ертеңгі саяси көзқарастарын қалыптастыру үшін осы кітапты оқуға үлкен кеңес беремін. Және эстафетаны келесі кезекте мектептің қазақ тілі және әдебиет бірлестігінің мұғалімдеріне жолдаймын. Мынау ғаламда рухы болмаса, адам ба көкте сөңкәрміз, жерде